Сәлем достар, сіздермен бірге ашық корей тілі мектебі. Біз бүгін осы Чоннам ұлттық университеті баспасының корей тілі оқулығының бірінші кітабын аяқтап, екінші кітабын бастайтын боламыз. Сол кітаптың кішкене мазмұнын түсіндіріп өтпекшімін осы видеода. Жалпы бұл кітап 16 бөлімнен тұрады. Осындай. Бірінші сабақта біз біз уичи деген местоположение, жалпы орналасқан жері жайлы және жол сұрауды үйренеміз. Жол сұрап, оған жауап беруді және осындай орналасқан жеріне байланысты, бағытқа байланысты сөздер болады. Одан кейін әртүрлі көлік түрлері жайлы және алатын, бір жерге барғанда алатын уақыты жайлы айтуды үйренеміз. Осындай көлікке байланысты сөздер болады. Мысалы, жаңағы автокөлік, велосипед, ұшақ деген сияқты. Одан кейін мына жерде үшінші сабақта бір нәрсені ұсынуды, бір нәрсе жасайық па деген сияқты, бірге жасаймыз ба деген сияқты сондай сөздерді айтып үйренеміз. Спортқа байланысты сөздерді үйренеміз. Одан кейін мына жерде химан пьоханхаги дейді. Жалпы бір үміт, бір нәрсе қалау, тілек жайлы, бір нәрсе жасағысы келу деген сияқты нәрселерді айтып үйренеміз. Тамаққа байланысты сөздер болады. Мысалы, бір нәрсе ішкім келеді деген сияқты. Одан кейін біз жоспарларды айтып үйренеміз. Жоспар, студенттік өмір жайлы және жоспар жайлы сөздер болады. Одан кейін 6-шы бөлімде біз қабілетті және болу мүмкінділік туралы айтып үйренеміз. Мысалы, бір нәрсе жасай алу, болу мүмкін деген сияқты дәмге байланысты сөздер болады екен. Одан кейін себептерді айту, және біріншісі жерде бір нәрсенің себебін айту, сын есімдердің екінші бөлімін өтеміз. Және яксок дейді, уәде, бір нәрсеге уәде беріп кездесу жайлы және жоспар жайлы айтамыз. Яксок, уәдеге байланысты сөздер болады. Неге қазақшасы? Өздеріңіз асықпай оқи беріңіздер. Және екінші бөлімде 9-дан 16-ға дейін біз бірінші рұқсат беруді және тыйым салуды, алатын нәрселерді айтып үйренеміз. Және етістіктердің 4-ші бөлімі. Одан кейін отбасы мүшелерін таныстыруды және бір құрметпен сөйлеуді және сіз деп сөйлеуді айтып үйренеміз. Және арнайы сондай құрметтілік белгісін білдіретін сөздер жайлы өтеміз. Одан кейін және тағы да ұсыныс, бір нәрсе жасап көр деген сияқты ұсыныстың екінші бөлімі киімдер жайлы сөздер болады. Бұл жерде нәрсе киіп көр деген сияқты. Және ресми түрде, формальды түрде сөйлеуді үйренеміз. Яғни сымда. Және хобби жайлы айтуды үйренеміз. Хоббиге байланысты сөздер болады. Одан кейін ауруханада сырқат жайлы айтуды, себебін айтуды үйренеміз. Екінші бөлім. Дене мүшелері мен жеңіл сырқаттар жайлы сөздер болады.
Одан кейін күн райы мен мезгілге байланысты мезгіл жайлы айтуды үйренеміз. Одан кейін жаңағы күн райы мен ауа райы деп те айтады ғой. Күн райы мен мезгілге байланысты сөздер. Одан кейін мына жерде салыстыру, мынау нәрсе мынадан қарағанда үлкендеу деген сияқты. Мыналардың ішінде мынау мынау деген сияқты. Салыстыру, түске байланысты сөздерді үйренеміз. Одан кейін заттар мен адамдарды сипаттауды үйренеміз. Қандай етістіктердің үшінші бөлімін өтеміз. Мінекей осылардың бәрін өтіп шықсақ, біз корей тілінің бастапқы деңгейін үйренген боламыз. Одан кейін орта деңгейге көшесіздер. Міне қазақша кішкене аудару көрдім осылар айтқандарды. Ал келесі бөлімде кездескенше біз мына кітаппен оқитын боламыз. Рахмет.